2004 жылдың 19 желтоқсанында белгілі банкир Ержан Тәтішев аңға шыққан кезде қаза тапты. Көлікте сонымен қатар оның оқ қағары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі капитаны, Ресей Федерациясы ФСБ академиясының түлегі Сергей Козликин және оның жақын досы, белгілі кәсіпкер Мұратхан Тоқмәди болған. Сондай-ақ Ахметолла мен Халин есімді екі оқ қағары отырған тағы бір көлік еріп келе жатқан. Оларды табыстырған аң аулауға деген қызығушылық еді. Ержан Мұратханның қасқыр аулайтын аңшы екенін естіп, ортақ досынан онымен таныстыруды өтінеді. Сөйтіп, аз уақыттың ішінде олар жақын араласатын отбасылық достарға айналады. Накануне того Қайғылы жағдай болған күннің қарсаңында Ержан Мұратханға бірнеше рет қоңырау шалып, аңға шығайық деп қолқа салады. Бірақ Мұратхан бастапқыда ауа райының қолайсыздығын алға тартып, аң аулаудан бас тартады. Себебі сол күні қар жауып, аңның іздері көрінбей қалған еді. Бірақ Ержан өз айтқанынан қайтпады. Олар таңертең ерте шығып, отар бекетінің маңында қасқыр аулай бастайды. Міне осы уақытта ол оқ атуға болмайтынын түсініп, күзетшілер мылтық лақтырады. Міне мынаны Мұратханға беріп жібер дейді. Мұратхан ал, міне сол тұста көлік қайтадан ойлы шұңқыр жерлерге түсіп соғылады. Мен люкке сырғып бара жаттым. Дәлірек айтсам, люктен артқы орындыққа сырғып кетіп жаттым. Мұны Козликин растайды. Мен аң аулау кезінде және барлық уақытта люктен қарап тұрғанымды өзге күзетшілер де растайды. Ал люктен шыға бергенде көліктің жүрісі баяулады. Ол рөлде жатты. Мен бастапқыда түсінбей қалдым. Ол басын ұрып алды ма деп ойлап қалдым. Ол рөлде тап жылжымай жатты. Басында тесікті көрдім. Шынымды айтсам, бұл қорқынышты көрініс болды. Толығырақ айтқым келмеді, бірақ мұның бәрі менің көз алдында болды. на первый Балу кезінде Козликин жоғары жылдамдықпен келе жаттық. Көлік жолдың кедір-бұдыр жерінен өткенде 2-3 рет шайқалып кетті. Сол кезде сол жағымыздан атылған оқтың дауысы естілді. Көлік тоқтай бастады. Мен артқа бұрылып қарадым, сол кезде Мұратханды көрдім. Қарудың қайда болғанын нақты айта алмаймын. Осы кезде Мұратхан орындыққа отырып жатты. Кейінірек ол куәлік ету кезінде бұл жайтты өзгертеді, ал әзірге көлік тоқтайды және олар Ержан шүйдесінен тиген оқтан қайтыс болғанын түсінеді. Біріншіден, Мұратхан бұл жолы аңға барғысы келмеді. Ол мұны мүлдем қалаған жоқ. Себебі қар жауды, ал аңшыларда бұл жаман белгі. Біріншіден, іздері жабылып қалатынын айтып, ол Ержанды сендірді. Оқиғадан бір күн бұрын ол 3 рет қоңырау шалған. Бізде оның қоңырау шалғанын растайтын куәгерлер бар. Дегенмен, ол аңға баруды талап етті. Ержан Мұратханмен кездесіп, жалпы серуендегісі келді. Сол тұста оның өмірінде қиын кезең болатын. Мұратханға көнуден басқа амал болмады. Өйткені олар өте жақсы қарым-қатынаста болды. Ержан Тәтішевті құрметтеп және дос ретінде жақсы көрді. Міне, сол үшін барды. Сондықтан күзетшілер бірге жүруге, артқа отырып оқ ату ниеті болған жоқ. Мұның барлығын жоспарлау миға сыймайды. Бастапқыда бұл нұсқа жоққа шығарылады. Бұл жалған және қисынға келмейді. Ешбір адам тіпті оған 4 миллион долларлық кісі өлтіруге тапсырыс берілсе де, бірнеше күзетші еріп жүрген аңшылықта арнайы барып, көліктің артына отырып, өзінің күдікті боларын біліп, артқы тұстан қарудан оқ ату біртүрлі миға кірмейді. Олар айтып сендіргендей, бұл істі ұйымдастырушылар Аблязов пен Мұратхан. Иә, менің білуімше, Аблязов та ақмақ емес шығар. Мұратхан, иә, моем понимании. Менің түсінгенім бойынша Мұратхан онымен бірнеше рет сөйлестім. Ол тіпті сол мылтықтың оның қолына қалай тап болғанын білмейді. Бұл істі дайындықсыз ұйымдастырып, оқ ату. Мен мұндайды өз тәжірибемде ешқашан кездестірген емеспін. Енді бұл мылтықпен аң аулауға бірде Тәтішев, бірде Козликин Мұратхан алып отырды. Ол көлік салонында оқталған күйі жүрді. Қазірдің өзінде Козликинге қатысты сұрақ туындайды. Арнайы дайындықтан өткен адам Ресейдің бас барлау басқармасының бұрынғы офицері, белгілі бір дайындықтан өткен. Егер сіз күзетілетін адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырылған болсаңыз, кем дегенде оны сол кісі бақылауы керек еді. Салондағы оқталған мылтықтың жатуына жол бермеу керек еді. Әсіресе көлік айдалада келе жатқанда. Дәлел ме? Дәлел.
иә, атыс болды. Бірақ мен жерде өз тәжірибемнен қасақана кісі өлтіру фактісін жоққа шығарам. 3 жылға созылған тергеу мен сот отырыстары нәтижесінде апелляциялық сотта заңды күшіне енген 2 ақтау үкімі шығады. Олардың негізінде бірнеше сараптамалық қорытынды бар. Оқ зауыр мылтығынан шүріппені баспай-ақ қатты бетке соғылған кезде атылуы мүмкін. Атыс сәті көліктің шайқалған сәтімен сәйкес келіп, нәтижесінде мылтық өз бетінше атылып кетуі ықтимал. Екінші ақтау үкімінде тек Мұратхан Шакерханұлы Тоқмәдиді оның іс-әрекеттерінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 101 бабы бойынша қылмыс құрамының болмауына байланысты Ержан Тәтішевті абайсызда өлтіріп алуы ақталсын үкімі ғана емес, сонымен қатар Оққағар Казликинге қатысты жасалған қылмысқа қатыстылығын тексеру туралы соттың жеке қаулысы шықты. Алайда бұл ғана емес. Қазақстан Республикасының Конституциясының 77 бабындағы аса ауыр қылмыс істерді қайта қарауға жол берілмейтіндігі туралы заңға қайшы. Ешкімді де сол құқық бұзушылық үшін қайта қылмыстық жауапкершілікке тартуға болмайды. Жамбыл облыстық сотының сол кездегі төрағасы Ержан Тәтішевке абайсызда өлім жазасына кесу туралы іс Тараз қалалық сотына қайта қарауға жіберілді. Бірақ ол әлі күнге дейін Мұрат Тоқмәдиге айып тағып, оны 1 жылға шарт түрде айыптап, рақымшылық жасалды. Он 3 жыл өтті. Мұратхан Тоқмәди еліміздегі Экспо сынды аса маңызды объектілердің құрылысына өз үлесін қосқан Казстройстекло шыны қалдықтарын өнеркәсіптік қайта өңдеу зауытын салды. Бұл зауыт Қазақстанның ең үздік өндірістік кәсіпорны ретінде алтын сапа сыйлығымен қоса, басқа да көптеген марапаттарға ие болды. Түрлі ордендермен және медальдармен марапатталды. Его партнер. Оның серіктесі Сергей Непропекин бұл жобаны іске асыра бастағанда, бұрынғы жұмыс орны Алматы Горстройдағы басқа да кредиторлар алдындағы қарыздарын өтеу қажеттілігі туындауына байланысты Мұратханға өз үлесін сатып, бизнестен шығады. Соған қарамастан ол компаниямен 2005 жылдан бастап 2017 жылға дейін жұмыс істейді. Мұратханның зауыттарына тұтқындалғанға дейін құны миллиардтаған сома тұратын тапсырыстар беріп, онымен достық қарым-қатынасын сақтайды. Ержан Тәтішевтің кезінде жобаны іске қосу үшін БТА банкінен алынған 4 миллион 200 мың еуро несие Форте банкте қайта қаржыландыру арқылы өтеледі. Бақытты некеде 5 бала өсіп жатады. И вдруг кенеттен 2017 жылдың 12 маусымында таңғы уақытта бетперде киген адамдар кіріп келеді. Қостанай облысы прокурорының көмекшісі Ермұхамбетұлы Бекжан басқаратын Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі және бас прокуратура қызметкерлерінен құралған ведомство аралық жедел тергеу тобы Мұратханды әйелі мен 10 жасар қызының көзінше қамауға алады. Сол кездегі үрейді отбасы ұмытқан жоқ. Оған 12 жыл бұрын өзінің бұрынғы серіктесі және досы Сергей Непропекиннен үлесті бапсалағаны үшін Мәсімовтың атына берген өтініші бойынша айып тағылды. Мұратхан аса қауіпті қылмыскер ретінде басына қап кигізіліп, Ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратына жеткізіледі. Осы уақытта бас прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Арыстан арнайы бөлімшесінің 200-ден астам қызметкерінің қатысуымен, оның үлкен балаларының, туыстарының үйінде, Алматы мен Астанадағы зауыттарда тексеру және тінту жұмыстары жүргізіледі. Жұбайы Жәмилаға адвокат жалдауға тыйым салынады. Жертөледен және ауладан кенеттен тапанша мен жауынгерлік оқ-дәрілер табылды. Сонымен қатар, мұның бәрі елдің белді телеарналарында көрсетіледі. Кәсіпкер Мұратхан Тоқмәдиді бұрынғы серіктесінің өтініші бойынша қамауға алу аса қауіпті қылмыстық топты ұстау фактісі ретінде ұсынылады. Дәл сол кезде бәрі түсінікті болды. Барлық күшті құрылымдардың қатысуымен болған бұл көзбояушылықтың шын себебі басқада еді. Ол кездегі елдегі саяси жағдайға келер болсақ, барлық оппозиция өкілдері және президент Назарбаевтың басқармасымен келісілмеген кез келген пікір басып жаншылды.
Назарбаевтың сағы сынбаған ең мықты қарсыласы әйгілі кәсіпкер және бұрынғы энергетика министрі Мұхтар Әблязов еді. Ол Қазақстанда көптеген активтерге ие болды және елдегі ең ықпалды және беделді бизнесмендердің бірі болып саналды. Алайда, Қазақстанның демократиялық таңдауы оппозициялық партиясын құрып, Назарбаев режимін тікелей сынға алғаннан кейін ол қамауға алынып азапталды және сотталды. Кейінірек кешірімге ие болып, Мәскеуге кетті. Они крали мою семью, Олар пытали. менің отбасымды ұрлап азаптады. Менің бизнесім бірнеше рет тәркіленді, бірақ мен әлі де осы режиммен күресуді жалғастырам, және олар мені ештеңе тоқтатпайтынын біледі. Сондықтан олардың менің беделімді түсіруге тырысу жоспары бар. Айыптаудың экономикалық астары болды. Енді қылмыстық айыптаулар. Шын мәнінде не болды енді? Ержан Тәтішев аң аулауды жақсы көретін, ал Мұратхан Тоқмади оның досы болған. Бірақ өкінішке қарай мен мұны кейін білдім. Мен Тоқмадиді танымаймын да, және мен онымен ешқашан бизнесте де жолыққан емеспін. Оның үстіне бизнесі ауқымды емес қой, сондықтан онымен байланыс болмады. Міне, жазатайым оқиға орын алып, сот абайсызда кісі өлтіру туралы шешім шығарады. Мен ақыры ештеңке түсінбедім, сонымен кім кінәлі? Бірақ бұл абайсызда болғаны ол факт. Тоқмади зауыты бар, қалталы болды. Өздеріңіз білесіздер, сіздердің көпшілігіңіз білесіздер, мұны жасау ары кетсе $100,000 жеткілікті. Міне, Тоқмадиге сол көлікте отырады, артында күзетші басқа көлікпен келе жатты. Одан қалды Ержанның інісі Еркін Тәтішев, солармен бірге келе жатты. Сонша адамның көзінше адамды өлтірмейтін шығар. Бұл жазатайым жағдай. Өмірде мұндай жағдайлар өте көп. Егер сіз Мұратханның YouTube-тен оқиғаны баяндағанын көріңіз, кейін бұған КТК өзінің дәлелдерін келтіреді. Онда Әблязов банк басқарған кезде $4 миллион несиені есептен шығарды деп айтылған. Мен бұл туралы өткенде де айттым. Бізде банк үнемі халықаралық аудиттен өтті. Барлық несиелер орнында кешірілген жоқ, есептен шығарылған жоқ. Ол оны басқа банктен несие алып жапты. Қазір есімде жоқ, қателеспесем, ол Альянс банк болу керек. Оны тексеру өте оңай, банк балансын қарадым, барлық қарызы өтелген. Өтірікке жол бермеу керек, оны тексере салу оңай. Біздің тергеушілер өкінішке сауатсыз. Бірнеше рет айтқанымдай, билік ақымақ, және ол деректерді оңай тексере салуға болады. Бұл бірінші. Екіншіден, олар менің жұбайым Әблязова Алма Шалабаевада офшорлық компания болғанын және сол арқылы Тоқмадидің ақшасын аударғанын айтты. Бұл да өтірік. Менің жұбайымда ешқашан офшорлық компания болған емес. Ол ешқандай ақша аударған жоқ. Енді сот басталған кезде барлығы бірден ұмытылады. Бәрі қайта жасалды. Енді сот басталған кезде барлығы бірден ұмытылды. Ну, вы знаете, Сіз білесіз бе, үшінші іс маған қатысты қозғалды. Үшінші іс бойынша тергеу мен ынтымақтастыққа келіскеніме байланысты айттым. Бұл сот Таразда өтті, ол ашық өтті. Онда Дутбаев Әблязовтың тапсырмасы бойынша Тәтішевтің телефонын тыңдап, оған Тәтішевке қатысты, оның ішінде Тәтішевтің осы әйнекпен айналысатынын әлгі аты кім еді? Тоқмадимен аң аулайтыны туралы ақпарат берген екенмін. Ол маған не үшін керек? Тәтішев пен Тоқмадидің дос екенін бүкіл Алматы біледі емес пе? Мен сонда Әблязовқа қандай құпияларды бере алам? Олар, сіз бізге қарсы куәлік беріңіз, біз қылмыстық істі одан сайын күшейтеміз дейді. Егер де оның қандай да бір қаржы жымқыру оқиғасымен байланысты болса, тіпті назар басқа мәселеге аударылады. Бізбен сіз сол арқылы Әблязовты елге экстрадициялаймыз дейді. Яғни сол тұстан соққы жасау арқылы. Міне осылайша олар Тоқмадиді пайдаланып қалуды ойлады. Бұл негізі Әблязовты экстрадициялауға талпынған екінші емес, үшінші әрекет болатын. Мен сол кезде олармен ынтымақтастыққа келістім. Жарайды, мен оны мойындаймын, бірақ мен ол кезде ұзақ уақыт жақындарымның көз жасын ойладым. Менің реномем не? Неліктен? Мен олармен сауда жасауға келістім. Олар оның орнына менің туыстарымды босатады. Бауырым Рүстемді соттаса да оған нақты мерзім берілмейді. Міне, осы келісімдер негізінде олардың барлығы босатылады. Ал мен әрі қарай жылжыдым. Әрине, мұның бәрі мен үшін өте қиын болды. Бұл реномеде емес, қалай айтсам екен. Бұл мен өмір бойы қызмет еткен комитеттің құйтырқы әрекеті мені таңғалдырды. Істі осылай кескіндеу мен үшін күлкілі жағдай еді. для меня было, конечно, смешно.
Нартай же. Ал Нартай Дутбаев та отырды емес пе? Иә, Нартай дәл осы қылмыстық іс бойынша отырды. Әблязовқа тапсырыспен кісі өлтіру сияқты барлығына айқын қылмысты ілу керек болды. Міне Нартай осы кісі өлтіруді ұйымдастырушылардың бірі ретінде Ержан Тәтішевті де қатыстырды. Бәрі бұл қайғылы жағдай екенін түсінді. Сот абайсызда кісі өлімі туралы шешім шығарады. Барлығы уайымдады, өйткені Ержанға деген оның көзқарасы өте жақсы болды. Әблязовтың бұған ешқандай қатысы жоқ екеніне ешкімде күмән болған жоқ. Онымен ісі жоқ. Бұл шынымен де аң аулау барысында болған қайғылы жағдай. Әблязов шынымен Тоқмадиді білмеді ме? Ол шынымен Тоқмадимен таныс емес, одан қалса Тоқмадидің Тәтішевке қастық жасау туралы ойы болған жоқ. Жымысқы ойлар болмаған. Оның үстіне бұл жазатайым оқиға болған кезде Әблязов Тұран әлем банкіне оралуға мәжбүр болды. Ал Тоқмади қайта несие алуға мәжбүр болды. Басқа жерден несие іздеп, БТА банктың қарызын қайтару керек еді. Сразу после ареста Қамауға алынғаннан кейін ведомство аралық жедел тергеу тобы басшысы Бекжан Ермұхамбетұлы ұлттық қауіпсіздік комитеті полковнигі Руслан Ысқақовпен бірге барлық іс-әрекеттің жасырын кураторы Мұратханды өзіне өзі қарсы сөз айтуға мәжбүрлей бастады. Сенің бізге керегің жоқ, Непропекиннің тіпті де. Бізге Әблязов керек, отанға көмектес. Ержан Тәтішевті Мұхтар Әблязовтың тапсырысы бойынша өлтірдім деп өз мойныңа ал. Әйтпесе, үрім бұтағыңмен қоса көзіңді құртамыз деді. близкого друга его начали пытать. Бүгін 2017 жылдың 31 шілдесінде мен қорқынышты хабар алдым. Менің күйеуім Мұратхан Тоқмадиді ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторында азаптайды. Маған демалыс күндері ол ұлттық қауіпсіздік комитетіне қажетті айғақтар беру үшін азапталғаны туралы хабарлады. Оның денесінде азаптау іздері бар. Бірақ ол белтемірден құлап кетті деген мәлімдеме жазуға мәжбүр болды. Қандай белтемір? Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторында. Менің жұбайым кәсіби спортшы, спорт шебері, Айронмен. Қамауға алынғанға дейін ол керемет физикалық формада болды. Қазір ол тіпті қалыпты сөйлесе алмайды. Оның сөзі біртұтас емес, және ол бұл мәлімдемені қалай жазғанын да түсіндіре алмайды. Оны тағы не жазуға мәжбүр етті? Его хотели, чтобы он дал показания. Олар оның бір кездері Әблязовтың бұйрығымен 4 миллион доллар ақшалай сыйақы үшін банкир Тәтішевті өлтіргені туралы куәлік беруін қалады. Обязывал за денежное вознаграждение в 4 миллиона долларов. То есть они придумали эту Яғни, олар бұл нұсқаны ойлап тауып, оны мойындасын деді. Он сначала не соглашался, потом уже... Ол басында келіспеді, содан кейін олар психологиялық әсердің пайдасы болмағанын көрді. Сөйтіп, оны басқа камераға ауыстырды. Онда екі ұйымдасқан қылмыс топ мүшелерімен отырғызды. Олар туралы мәлімет білмеймін, және олар жүйелі түрде шапалақпен Тынымсыз физикалық психологиялық соққы жасады. Да, постоянно. Иә, үнемі солай болды. Как долго это Мұның бәрі қанша уақытқа созылды? Нені айтасыз? Вот именно уже Алдындағы сұраулар, өтініштер, айталық ұсыныстардан кейін, яғни физикалық күш қолдануды айтам. физическому воздействию. Шамамен 2-3 апта мүмкін. Бұл шілде айы болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде болды ма? Иә, бәрі ұлттық қауіпсіздік комитетінен болды. Камерада не болып жатты? Кім ұрды? Атап айтқанда, яғни Ысқақовтың бұйрығымен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан капитан Алипов Арман айналысқан. Сонымен қатар сол кезде де Тоқмадимен бірге отырған Дәулет Байғабатов, ол да Ысқақовтың бұйрығымен оның барлық нұсқауларын орындады. Қай бағытта жүру керек, не айту керек, қалай әрекет ету керек. Сонымен қатар барлық отбасы мүшелері мен жақын достарына қысым көрсетілді. Жұбайы Жәмиляның үстінен заңсыз қару ұстауға қатысты қылмыстық іс қозғалған соң, барлық шоттары бұғатталып, мүліктері тәркіленді. Соның салдарынан ешқандай қаржылық қиындыққа тап болған ол кәмелетке толмаған 2 баласын алып, Еуропаға кетті. Ол жақта құқық қорғау ұйымдарынан көмек сұрап, Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясында және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында сөз сөйлейді. 2017 жылдың 12 шілдесінде тергеу тобы менің күйеуім Мұратхан Тоқмадиді 20 жыл бұрын болған оқиға үшін қамауға алды. Мен Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясында жүрмін. Кеше мұнда ашық диалог қорының арқасында біз Мұратханды босату туралы қарарға қол қойып, Еуропалық депутаттардың рекордтық қолтаңбаларын жинап алдық.
Нәтижесінде Қазақстан басшылығына саяси тұтқындарды, оның ішінде Мұратхан Тоқмадиді босатуды және олардың отбасы мүшелерін қудалауды тоқтатуды талап ететін Пассе декларациясы шығарылды. Сол кезде бәріне түсінікті болды. Мұратханның қамауға алынуы Мұхтар Әблязовты отанына экстрадициялаудың тағы бір амалы еді. Күйеуі үшін күресіп жүрген кезде Жәмиляның үстінен тағы 2 қылмыстық іс қозғалды. Шекарадан заңсыз өту және жалған куәлік ету. Оның Мұратханды ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторында азаптағаны туралы айтқаны шындыққа сай емес. Ол турниктен өзі құлап қалды. Барлығы істен шеттетілгеннен кейін бірде-бір адвокатсыз қалған Мұратхан Ысқақовтан хабарлама алады. Ол жерде Жәмиля сені тастап кетті. Оны экстрадициялап 3 бап бойынша соттайды. 15 жылға бас бостандығынан айырады. Балаларды жетімдер үйіне жібереді делінген. Мұратханға оның аңдуда екенін дәлелі ретінде әйелі мен балаларының шетелдегі бейне жазбасы мен фотосуреттерін көрсетеді. Әрине, отбасыңды қырып саламыз деп қорқытып, бірнеше ай азаптағаннан кейін Мұратхан қуғын сүргін тоқтатылған жағдайда олармен ынтымақтаса отырып іс жүргізу туралы келісімге қол қояды. Содан кейін Жәмиляға қатысты қылмыстық істерді тоқтату туралы қаулы шығады. Мен азаптауларын көрмедім. Олар мұндай фактіні мойындамады. Сондықтан мен оны азаптады деп айта алмаймын. Бірақ мен оның жағдайын көрдім, түр бас солғын тартқан. Мен білетін өзіне сенімді адам емес еді. Ол қатты депрессияға түсті. Оны қатты аяп кеттім. Оны осыншама күйге түсіргені жанға батты. Ол үнемі менің отбасым енді қалай болады, не істейді, олар менің туыстарыма тисе ме? Солар үшін қорқамын. Мен оған: Мұратхан, мен сенімен бірге жоғарғы сотқа дейін бардым. Мен материалдарды қарап отырдым. Білмеймін, сіз сол кезде шүріппені кездейсоқ бастыңыз ба, немесе біреу атты ма білмеймін. Бірақ мен қасақана кісі өлтіру болмағанына сенімдімін. Ол: маған жоқ, оны мен жасамадым, деді. Бірақ егер сіз жасамаған болсаңыз, мұндай қылмысты мойныңызға қалай аласыз? Егер сіз біреуден бірдеңе ұрласаңыз екен, мен ұрладым деп салатын, Құдай кешірсін деп. Мұнда бір адамның тағдыры жатыр ғой. Қалайша бұл нені білдіреді? Сіз оның қол қойған сәті туралы айтып отырсыз. Іс жүргізу келісімі туралы. Мен қазір сөзімді аяқтаймын, сонда барлығы сізге түсінікті болады. Бірден түсінесіз. Содан кейін мен бұл істен неге кеттім? Міне, мұндай әңгімелер бізде күн сайын болатын. Кейбір жағдайларда тіпті Ысқақовтың қатысуымен әңгімелесетінбіз. Күнәһар болғым келмейді, бірден айтайын, тергеушілер мұндай әңгімелерге араласпайтын. Бұған жедел уәкілдер араласты, негізінен Руслан Ысқақов жүрді. Содан кейін бір күні ол райынан қайтып, аға мен олармен келісімге баратын шығармын. Мұны естіген соң онымен бірден сөйлестім. Біз Алмалы сотында отырғанымызда мен оған: Мұратхан, былай жасайық, егер сен мен мойындаймын деп айтсаң және процессуалдық келісімге қол қоятын болсаң, мен сол күннен бастап сені қорғаудан бас тартамын. Мен ол жерде кімнің атқанын білмеймін, бірақ мен сенімді түрде айта аламын. Ол жерде қасақана кісі өлтіру болған жоқ. Адамның ерік жігерін басуға арналған арнайы психотроптық препараттарды кезекті рет күштеп енгізгеннен кейін, олар Мұратханға өздерінің арнайы құрған КТК телеарнасындағы «Оның есімі Мурка еді» атты фильмінде жасамаған қылмысын көпшілік алдында мойындауға мәжбүрледі. Бастан аяқ жалғандыққа құрылған бұл фильм тінту кезінде ұрланған Тоқмәди әулетінің отбасылық бейне жазбасы негізінде түсірілген. Олар бейне жазбаларды иесінің рұқсатын алмай, заңсыз түрде пайдаланды. Сонымен қатар 90-шы жылдардағы бандиттік тақырыптағы көркем фильмдерден үзінділер келтірді. 2004 жылдың желтоқсанында сосын не деді? Ержан маған қоңырау шалды. Ол алғашқы қар аңға шығуға жақсы мүмкіндік деп айтты. Мен келістім. Біз Toyota Land Cruiser көлігімен онымен және күзетшімен бірге шықтық. Және жақын жерде эскорт машинасы болды. Жолда ол рөлге өзі отырды. Қасқырларды үлкен жылдамдықпен қуып жеттік. Мылтықты маған тапсырған кезде мен оқ аттым.
Согласно Қол қойылған процессуалды келісімге сәйкес бас прокуратура Жамбыл облыстық прокуратурасы атынан бұл заңсыз болған Мұратханға осы қылмыс үшін ең төменгі шектеу мерзімін тағайындауға міндеттелді. Онымен қоймай, Ермұханбетұлы мен Ысқақовқа Әблязовты экстрадициялағаннан кейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті госпиталінде 5 жыл жатқызуға және мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға уәде берді. Алайда 2018 жылдың наурыз айында Жамбыл облыстық соты Мұратханды 10,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Жиынтық бойынша бопсалау және болжамды кісі өлтіру бойынша, яғни сот қызметтік жалғандыққа ашық түрде барады және қол қойылған іс жүргізу келісіміне қайшы. Уәде етілген көп мерзім тағайындайды. 96 баптың 2 бөлімі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі тармақтарына сәйкес осы қылмыстар үшін ең төменгі шек 10 жыл. Сіз прокурормен жасаған іс жүргізу келісімі айыптауға көмектескен адам сотталғаннан кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Түсінікті, е? Сіз айыптаған адамға қатысты үкім заңды күшіне енгеннен кейін ғана сіз прокурормен жасасқан процессуалдық келісім жүзеге асырылады. Будет реализовано процессуальное соглашение, которое вы заключили с прокурором. 2018 жылдың 16 наурызындағы соттан кейін оны Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторының жеке камерасына, содан кейін нөмірі SI-18 тергеу изоляторына қамап қояды. Ол жерде 3 жыл 3 айдай уақыт заңсыз түрде ұстап отырады. Арнайы 18 тергеу изоляторы есеп бөлімінің бастығы Әбдікәрімованың айғақтарынан мекемеде болған кезінде Тоқмади Ұлттық қауіпсіздік комитеті бақылауындағы арнайы оқшауланған үй-жайда ұсталды. Біздің мекеменің қызметкерлері оған жіберілмеді және онымен байланыс болмады. Тоқмади Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қажықының құпия деген белгісі бар хат негізінде сотталғандардың жалпы массасынан бөлек жерде ұсталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті орталық аппараты тарапынан бақылауды Хамид Абдугани жүзеге асырды. Толық оқшауланғанына қарамастан Мұратхан күресті жалғастырады. Сол үшін оны тағы да ұрып соғады. Бірде оны кейінірек басқа тұтқындарды азаптағаны үшін сотталған Ұлттық қауіпсіздік комитеті капитаны Абуғани Хамидтің басшылығымен 18-ші тергеу изоляторында оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиісті Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімшелерінің 10-шы шекарашысы соққыға жығады. Ермұханбетұлы мен Ысқақов оны ФТБ-ның шетелдік серіктестерінің алдында кінәсін мойындауға мәжбүрлеп, азаптау мен ұрып соғу арқылы мойындау мәтінін жаттауға мәжбүрлейді. Небезызвестный на сегодняшний день Искаков Руслан. Бүгінгі күнде танымал Ысқақов Руслан: тыңда, міне, бізге Әблязовты экстрадициялау міндеті тұр дейді. Осыдан кейін мені Тоқмади ісі бойынша шетелдік мамандары әңгімелесу үшін келеді. Дайында дейді. С тем, чтобы побеседовать. Олар ФБР-ден ғой. Олар бұл іс ақш ФБР-ның қатысуымен жүргізілгенін үнемі атап өтті. Оның үстіне біздің қазақстандықтар көмекке жүгінді. Әрі шетелдіктердің іске қатысуы сенім ұялатады. Бұл қонақтар келді. Мен сол кезде SI-18-де отырдым. Мені Алматыға жеткізді және ұзақ уақыт бойы Мироновпен бір камерада отырдым. Сәрсенбаев Алтынбекті өлтіруге қатысқан Мирон. Мирошниченко, әйтеуір сол мамандар келді, олардың кім екенін білмедім. ФБР ма, ФБР емес пе, мен білмеймін, шынымды айтсам. Олар маған келу керек еді, бірақ материалдарды зерттегеннен кейін ешкімде. Мен әрі Тоқмади де күштеп дайындады. Тоқмади қалай сөйлеуге дайындағаны туралы маған Мирошниченко айтып қалды. Жалпы сол адамдар мұның бәрі болмашы дүние деп кетіп қалды. Осыдан кейін бұл әрекеттің авторлары да, орындаушылары Мұратханның кісі өлтіруге кінәлі емес екенін, бірде-бір объективті дәлел жоқтығын түсінеді. Мұны азаптау мен мойындатқанын аңғарады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-ші бабы. Заңсыз жолмен алынған дәлелдемелердің заңды күші жоқ. Ешкімді тек өзінің мойындауы негізінде соттауға болмайды. Тіпті Еркін Тәтішев бастамасымен жасалған америкалық сараптама да өрескел заң бұзушылықтарға жол береді. Біріншіден, Мұратхан бұған қатысқан жоқ. Ол өзі болмады делінген. Десек те, ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында болды. Екінші тергеу эксперименті ашық даладағы трагедия орнында емес,
ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратына іргелес жатқан асфальтталған алаңда статикада жүргізілді. Сондай-ақ оқиға кезіндегідей көліктің сағатына 90 шақырым жылдамдықпен ойлы-ғырлы жермен жүрісін динамикада бейнелемей, қозғалыссыз күйде ғана қарастырылған. Осындай күрделі қылмыстық істер туындаған кезде біз басқа мемлекеттердің мамандарын тартпауға тырысамыз. Өйткені олардың сараптамалары, мен оларды... бұл заңды емес, бізде арнайы сараптама рұқсаты бар, мұның барлығы солай болу керек. Бұл жағдайда бұл сараптамада не болып жатқандығы модельдейді. Орындаушыға арқасымен отырған адам. Мысалы, мен қазір отырам, ал артымда не болып жатқанын көрмеймін. Мұның бәрін көру үшін ол оған осылай қарап отыру керек еді. Ал сен күзетшісің, неге бәрін алдын алмадың? Сұрақ. Енді, жарайды, сіз американдық мамандарсыз, сонда неге Мұратханды осы тергеу экспериментіне қатыстырмадыңыздар? Ол тергеу изоляторында отыр ғой, барлығы қолжетімді. Модельдеу барысында неліктен басқа адамның іс-әрекетін өзге біреу көрсету керек? Ол көрмеді. Ол көрмеді, менің де сондай сұрағым бар. Тергеу эксперименті барысында барлық жерде Козликин жүр, барлық жерде ол қалай және не болғанын баяндайды. Тіпті фотосуреттер де бар. Тергеу эксперименті барысында барлық жерде Козликин жүр, барлық жерде ол қалай және не болғанын баяндайды. Тіпті фотосуреттер де бар. Міне, ол мылтықтың қалай бағытталғанын көрсетеді. Сіз күзетілетін адамға мылтық тақап жатса, көресіз ғой. Сіз сол сәтте қандай әрекет жасадыңыз? Отырып бақыладыңыз. Немесе сіз оны көрмедіңіз, бірақ өтірік айттыңыз. Егер сіз көрген болсаңыз және алдын алмаған болсаңыз, онда қалай болғаны? Сіз де кінәлісіз. Бұл сұрақтарға сараптама тағы да баға бермеген. Қару-жараққа қатысты жасалған қорытындыларын 2004-2006 жылдардағы алғашқы екі ақтау үкімін шығарған кезде негізге алған сарапшылар Бишманов пен Уфимцев оны пара алды деп айыптайды. Тоқмәди үшін қажетті деген тұжырымдар үшін ақша алған деген тұжырым жасайды. Алайда іске қатысты тағы бір сараптама жасалады. Оны Қорған орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жасады. Ол 2017 жылдың наурыз айында Мұратхан қамауға алынғанға дейін 3 ай бұрын және алғашқы сараптамалардан кейін 13 жыл өткен соң жасалды. 2007 жылғы үкімнің күшін жоюға және сол уақытқа дейін шығарылған істі қайта бастауға мүмкіндік беретін жаңадан ашылған жағдай ретінде қолданылғанға ұқсайды. Бұл іске қатысты ол кезде 6 сот актісі шығарылған. Согласно этому заключению, на ружье, Осы тұжырымға сәйкес, оқ атылған мылтықтан зақымдану мен желімнің іздері табылған. Бұл 2004-2007 жылдардағы барлық алдыңғы тұжырымдарға қайшы келеді. Бұл ретте 2007 жылғы түпкілікті үкімнен бастап мылтық осы уақыт ішінде 10 жыл бойы марқұмның інісі Еркін Тәтішевте сақталады. Ол сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Кәрім Мәсімов пен бас прокурор Жақып Асановтың атына арыз жазып, істі қайта қарауын өтінген. И инициировал возобновление дела. Бірақ таңғаларлығы, Қорған орталыққа ресми сұрау салғанда ресми жауап келеді. Олар мұндай қорытындыны жасамаған екен, және олардың сарапшылары ұсынылған құжатқа қол қоймаған. 2018 жылдың қараша айында сол Жамбыл соты Мұхтар Әбіләзовқа Ержан Тәтішевті өлтіруге тапсырыс беруші ретінде өмір бойына бас бостандығынан айыру үкімін шығарды. Қазақстандық билікке Әбіләзовті экстрадициялауға көмектесу үшін Еркін Тәтішев Францияда Әбіләзовқа осы жалған дәлелдерге негізделген шығым түсіріп, оны ауыр қылмыс жасады деп айыптайды. Алайда Франциядағы сот Тәтішевтің бұл шығымынан қанағаттандырмайды. Әбіләзовты Қазақстан билігінің қудалауы саяси себептерге негізделген еді. 1996 жылы аукционда Қостанай асбесті сатып алдым. Бұл Жетіқарадағы қала. Бұған қатысты деректі қызығушылықпен оқып шықтым. Міне, кіші Тәтішев былай деп жазады.
1996 жылы оны Ержан Тәтішев өзі сатып алып, осы жобаға тағайындайды. Ержан Тәтішев ол уақытта Тұран Әлем банкінде жұмыс істеп жүрді. Бұған дейін Ержан Тәтішев Қазкоммерцбанктың бірінші орынбасары болып жұмыс істеді. 90-шы жылдардың басында мен Астана холдинг банкімді Қазкоммерцбанкпен біріктірдім. 50-де 50 үлесіміз болды. Ержанды басқарма төрағасының бірінші орынбасары етіп тағайындадым. Сондықтан Ержан тек банктік қызметпен айналысты. Біздің мүддеміз үшін жұмыс істеді. Ешқашан инвестициялық жобалармен айналысқан емес. Мен өзім аукционда қостанайлық асбест сатып алдым. Міне, өзім құрған жас топтан мамандар дайындадым. Кейінірек мен оларға жауапты іс жүктедім. Оларды сосын қажет жеріне сайлап қойдым. Ал Еркін Тәтішев Уикипедияға былай деп енгізіпті. Оны бұл іске ағасы тағайындаған деп. Мұның барлығы өтірік. Бұл жас жігіт өкінішке қарай адамгершіліктен аттап, мен Қазақстанда түрмеде отырғанымда айталық, ол Қазақстанда, Қостанайда, содан кейін Орынборда дамыған асбест бизнесін өзіне иемденіп алды. Сіз түсінесіз, бұл бизнес бүгінде оларға Тәтішевтер отбасына шамамен $200 миллион әкеледі. $200 миллион. Сондықтан ол қазір Forbes тізімінде бұл миллиардер адам, өйткені ол менің акцияларымды ұрлап алды. Сондықтан ол менен тартып алама деп қорқып отыр. Ол менің үлесімді рәсімдемеу керек еді. Мен оған сенгенімнен жұмыс істедім. Ол 14 жыл бойы тергеу жүріп жатқанын айтыпты. Алайда, кешіріңіз, мен 2003 жылдың мамырында, дәлірек айтсақ, 2005 жылы Қазақстанға келіп, банк директорлар кеңесін басқардым. Еркін Тәтішев осы банк төрағасының бірінші орынбасары болды. Ол өзі маған Мәскеуге ұшып келіп, банкты басқаруымды өтінді, өйткені банк жойылудың алдында тұрған еді. Мен Мәскеуде тұрдым, Қазақстанға келуден қорқақтадым. Кейін Назарбаев мені онымен кездесуге көндірді. Мен тәуекелге бел буып келдім, ол маған Қазақстанға оралуды ұсынды. Бұл 2005 жылдың ақпанында болды. Менің айтқанымның бәрі Лондондағы сот материалдарында бар. Онда бәрі егжей-тегжейлі сипатталған. Назарбаев мені қайтып келуім керек деп сендірді. Жарайды, мен қайтамын, бірақ қазір емес. Келуге болатын кез келгенде барамын дедім. Міне, ақпаннан мамырға дейін Ержан Тәтішевтің інісі маған Мәскеуге үнемі келіп кетіп жүрді. Менің қайтуымды жалынып өтінді. Тәтішев пен оның әріптестеріне қарсы Қостанай асбесттегі қызметі үшін қылмыстық іс қозғалды. Маған күш құрылымдарының өкілдері осылай деген мәлімет берді. Міне, сол кезде Мәскеуде мен осы іске араластым. Әрине, менің Назарбаевқа да қауіпсіздік қызметіне де әсерім болды. Олар қайтуымды сұрағаны, сондықтан мен Еркін Тәтішевті және асбест бизнесімен айналысқан бүкіл бизнес топты қамауға алуды тоқтата алдым. Менің айтқанымның барлығы шындық. Мұны растайтын куәгерлер бар. Еркін Тәтішев пен Ержанның әйелі Анара Тәтішевтің арасында алауыздық орын алды. Банк тоқырауға ұшырап, клиенттер не істерін білмеді. Еркін Анараға: сен ана емессің, сен тек биологиялық анасың, сен балаларың үшін нағыз ана емессің, біз оларды сенен тартып аламыз деді. Сөйтіп мен келіп жағдайды тұрақтандырдым. Осылайша Анара Австрияға кетті. Бүгінде алпамыс Тәтішев айып тағып отыр. Бірақ сол тұста ол кішкентай болды. Ол ештеңе білмеді. Бүгін ол Еркін Тәтішевтің сөзін сөйлеп отыр. 2009 жылға дейін мен оларға Австрияға жиі барып тұрдым. Сонымен қатар Анара Тәтішева немерелеріне Ержанның ата-анасымен сөйлесуге тыйым салды. Олар Еркін Тәтішевпен араласпады. Араларындағы туындаған жанжалдан соң қатынас үзілді. Тек менің араласуымнан кейін Анара ашуын басып, Ержанның ата-анасы Венаға келгенде немерелермен кездесуіне рұқсат берді. Көрдіңіз бе? Міне, осылай болды. Сонымен Еркін Тәтішев 14 жыл бойы тергеуде болды деп айтылғанда, кешіріңіз, ол 2005-2009 жылдары менімен бірге менің басшылығыммен жұмыс істеді. Біз бірге жоба жасадық. Оны Грузия қаржыландырды. Бізге Грузия экономикасының дамуына қосқан үлесі үшін орден табыстады. Саакашвилидің бірлескен фотосуреттеріміз бар. Міне, сол жігіт, мен оны тіпті оның атымен атағым да келмейді. Шынында нақұрыс. Ол қаскөй. 2017 жылы Кәрім Мәсімовпен бірігіп, ұлттық қауіпсіздік комитеті маған қарсы тағы да іс қозғап, мені Франция қуып шығуға әрекеттенген. Сол үшін барын салды. Жалпы бір сөзбен айтқанда, бұл тек ұлттық қауіпсіздік комитеті агент емес, сонымен қатар Ресей Федерациясының ФСБ-ның агенті. Кәрім Мәсімов және Еркін Тәтішевтердің ойластырған ісі. Сонымен қатар Ресейде Васильев Владимир Абугалевич деген бар. Ол мемлекеттік думадағы біртұтас Ресей фракциясының басшысы. Оны көбі қазақ деп есептейді. Бір кездері бұл жас жігіттер оның қас-қабағын бақты. Олармен бірге ым-жымы бір болды. Сол кісі осы ұрылар мен өтірікшілерді қызғыштай қорыды. Ең қорқыныштысы, бұл адамдар жүйеге жұмыс істейді.
оны күшейтеді, тапсырыстарды орындайды, өтірікші. Бұл адамдар біздің елде болып жатқан барлық қылмыстардың сыбайластары. Өйткені олар ұлттық қауіпсіздік комитетінде агенттерді де қаржыландырады. смотрите, а вот Аблязов Қараңызшы, Әблязов Мұратхан Тоқмадиді білмейтінін айтты. Ол Еркін Тәтішевті білді ме? Әрине, ол Еркін Тәтішевті таниды, себебі Еркін Тәтішев шын мәнінде ол көтерді. Інісін көтерген ағасы Ержанды емес, Мұхтар көбірек қолдау көрсетті. 17 жасында Мұхтар Әблязов Еркінді өз есебінен Мәскеуге оқуға жіберді. Мәскеуде ол сүйреді, содан кейін оны осында алып келді, қаржы департаментінің директоры етіп сайлап қойды. Еркінге ол өзінің досының інісіндей қарады. Яғни бүгінгі таңда Еркін Тәтішевтің қолында бар нәрсенің бәрі Мұхтар Әблязовтың мұрасы. Азбест, Қазақ Азбест және тағы басқалары бұл жобалар Еркін Тәтішевтікі емес еді. Мұхтар Әблязов бастапқыда содан кейін банктегі бірінші вице-президент болды. Бұл Ержан Тәтішевтің қайғылы қазасынан кейін. Бір өкініштісі қайғылы оқиғаға тапсырыс берген Әблязов деп шығарды. Мұның бәрі өтірік. Сол кезде билікке бір қылмыстық істі Әблязовтың мойнынан іліп, адам өлтіру ісі бойынша Қазақстанға экстрадициялау керек болады. Өйткені экономикалық қылмыстар бойынша оны елге әкелу мүмкін емес болмады. Бірақ бұл тұста Еркін бұйрықты орындап, Әблязовты барлық іске кінәлі етіп көрсету керек болды. Мұның бәрі ескі Қазақстанда болған жақсы түсінем. Бәлкім Еркін біреулерден бас тарта алмайтындай ұсыныс қабылдады ма? Егер сіз Әблязовтың айналасына қарасаңыз, көптеген бастықтар директорларына дейін қуғын сүргінге ұшырады. Біреулер тіпті елден кетті. Ал Еркін ешқандай қуғын сүргінге ұшыраған жоқ. Тіпті активтерге ие болып қалды. Мүмкін бұл арада бір уағдаластық бар шығар, әйтпесе оның тарапына қол сұғылмаушылығы таң қалдырады. Ескі Қазақстанда барлығы зардап шеккенде, ол судан ақ, үттен таза болды. Бүкіл операция сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ысқақов Мұратханды қауіпті әрі сенімсіз куәгер ретінде елдегі ең қорқынышты жабық түрмелердің біріне жіберуге шешім қабылдайды. Жезқазғандағы бұл түрме халық арасында қазақстандық Гуантанамо деп аталып кеткен. 5 шаршы метрлік жалғыз адамдық камерада Мұратхан тағы да азапталады. Оны сотталушы ретіндегі негізгі құқықтарынан айырады. Соңғы 5 жылда отбасымен хат алмасу, қоңырау шалу және кездесу мүмкіндігі болмағанын айтпағанда, серуендеуге және аптасына 1 рет душ қабылдауға тыйым салынады. Тек 2022 жылғы қанды қаңтар оқиғасынан кейін осы істің басты ұйымдастырушылары Кәрім Мәсімов пен Руслан Ысқақов қамауға алынып, мемлекетке сатқындық жасаған үшін сотталғаннан кейін, яғни араға жылдар салып, Мұратханға алғаш рет адвокат жіберіледі. Іс материалдарына қол жеткізіледі және оны әйелмен кездестіреді. Осы кездесудің нәтижесінде Мұратхан Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа ашық хат жазып, алғаш рет 5 жыл бойы түрмедегі өмірі жайлы баяндайды. Бұл үндеу бас прокуратураға жолданды. Нәтижесінде азаптау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз сізден осы атышулы істі жеке қадағалауыңызды және Мұратханды босату арқылы әділдік орнатуды сұраймыз. Өйткені қазіргі билік біздің көптеген өтініштерімізге жауап қайтармайтындықтан. Ал бұл іс олақ түрде жасырылғанына қарамастан, ол өзіне және сізге деген сенімді жергілікті және әлемдік қоғамдастықтың алдында көтереді. Өйткені ел заңдары мен халықаралық конвенция бойынша көптеген бұзушылықтарға жол беріліп қана қойған жоқ. Елдің жетекші өндірістерінің бірі жойылды. Ал белгілі кәсіпкер, спортшы, отағасы және өз отанының патриоты еліне пайда келудің орнына 6 жылдан бері еліміздің азаматтары қатарынан алынып тасталды. Президент мырзаны адастыруға тырысқандардың жеке мүдделері үшін қамауда отыр. 2022 жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Жезқазған қаласының нөмірі 62 мекемесінің қызметкерлері тарапынан Мұратхан Тоқмадиді азаптау фактісі бойынша қылмыстық істі тіркелді.
Однако дело было закрыто. Бас прокуратура Мұратхан Тоқмәдиге қатысты бұл істі әділдік орнату үшін емес, сол кезде тергеуде болған Мәсімов пен Ысқақовқа қысым көрсету мен түрлі айла шарғы жасау мақсатында ғана 3 рет іс қозғалып, тоқтатылғаны анық. Үшкір емес затпен ұрып, қабырғаларының сынғанын тәуелсіз сот медициналық сараптама дәлелдеді. Куәгер ведомство аралық жедел тергеу тобының мүшесі Бақытжан Дүйсіповтың айғақтары бар. Ол Ысқақовтың бұйрығымен Мұратханның барлық азаптауларын жасырын түрде видеоға түсіріп, содан кейін оларды жариялауға тырысқаннан кейін қамауға алынып, сол үшін түрмеде отырды. Мен қорғаныс министрлігінде шекара қызметінде жедел органдарда қызмет еттім. Шынымды айтсам, бұл жағдайды көргенде шошыдым. Бұл не, 37-ші жыл ма? Айтып отырмын ғой, мен үшін бұл қорқынышты жағдай болды. Бұрын шыққан советтік көктемнің 17 сәті фильмі бар. Онда гестаполар радисті азаптайды. Онда жаңа туған нәресте шешіндіріп, терезе ашады. Сол фильмдегі оқиғамен бірдей жағдай болды. Барлық болып жатқан оқиғаларға қарап, мен барлық осы бейнелерді көшіру және мүмкіндігінше көпшілікке жариялау туралы шешім шығардым. Яғни қазан айы мен қараша айының басында болған азаптаудың барлығы дискіде. Мен әскери қызметкер болғандықтан бұқаралық ақпараттар құралына ешқандай қатысым жоқ болған соң, досымнан телеарналарға шығарудың жолын тауып беруді өтіндім. Мен оған осындай материал бар екенін айттым, оны жариялауға бола ма деп сұрадым. Бірақ кейін оны сәл кейінге шегердім. Бірақ бір жерде ақпарат сыртқа тарап кеткен сияқты. Сөйтіп, менің әрекетім ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне белгілі болды. 2018 жылдың 12 маусымында мені тұтқындады және 185 бабы мемлекеттік құпияларды жария ету бойынша айып тағылды. Мені Ысқақовқа алып келді. Ол маған, сен дискіні бересің бе, әлде ертең көрші камерада әйелің отырады деді. Менің 3 балам бар, мен олардың мұны істейтінін жақсы білдім. Яғни олар үшін қасиет деген ұғым жоқ. Бас прокуратура Мұратхан Тоқмәдиге қатысты әділеттілік үшін емес, сол кездегі тергеудегі Мәсімов пен Ысқақовқа қатысты қысым мен айла шарғы жасау мақсатында ғана олардың тоқтатылуымен 3 рет іс қозғауға бастамашы болғаны анық. Соған қарамастан екеуіне қатысты әділдік орнады. Олар бірнеше бап бойынша сотталған еді. Сондай-ақ кейінірек басқа тұтқындарды азаптағаны үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері Хамид Абдуғани және тағы 11 қызметкер, сондай-ақ Жезқазған қаласындағы нөмірі 62 мекеме басшылығы шартты түрде мерзімінен бұрып босатылу құқығынсыз сотталды. Оның бостандығы үшін және әділдік үшін күрес жалғасты. Процессуалды келісім бойынша өзіне алған міндеттемелерін орындауға бас прокуратураны мәжбүрлеуге қатысты бірнеше рет әрекет жасалды. Нәтижесінде Жәмила Тоқмәдидің Қазақстан Республикасының президентіне жазған 4 хаты мен көптеген шағымдарынан кейін 2021 жылдың сәуірінде ғана бас прокуратураның өтініші бойынша 10,5 жыл мерзімі 6 айға қысқартылды. Сөйтіп 10 жылды құрады. Бұл осы бап бойынша берілген ең аз мерзім. Бірақ Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 73 бабының 4 бөліміне сәйкес, әлі де ең төменгі шектен төмен емес боп саналады. Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетіне жасалған көптеген өтініштерден кейін 2023 жылдың қазан айында ғана 6,5 жыл түрмеде отырған Мұратханды тұрғылықты жері бойынша, яғни Алматы облысының Заречный кентіне ауыстыруға мүмкіндік туды. Жаза мерзімін қайта есептеу үшін бірнеше рет сотқа шағымдар берілді. Үкім заңды күшіне енгенге дейін Мұратханның ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу комитетінде және 18-ші тергеу изоляторында өткізген 1,5 күн болып есептелді. Сондай-ақ заңды шартты түрде мерзімнен бұрын босату туралы бірнеше рет арыз жасалды. Соңғы рет 2024 жылдың маусымында Қонаев қалалық соты өтінішті қанағаттандырды. Бірақ содан кейін Еркін Тәтішев тағы да кедергі келтірді. Қонаев сотының Тоқмәди шартты мерзімінен бұрын босату өтінішін қанағаттандыру туралы қаулысы 2024 жылдың 26 шілдесінде шықты.
Бірақ 9 тамыз қарсаңында еліміздің барлық бұқаралық ақпарат құралдарында Татишевтер отбасының сот шешімімен келіспейтіндігі туралы ақпарат тарады. Келесі күні 10 тамыз сенбі болатын. Қаулының заңды күшіне енуі үшін 15 күндік мерзім аяқталған еді. Шағым берудің соңғы күні, бірақ Татишевтер өз шағымдарын тек 12 тамызда дүйсенбіде береді. Осылайша процедуралық мерзімді өткізіп жібереді және онда шартты мерзімінен бұрын босату туралы ақпаратты тек 9 тамызда баспасөзден білгендерін айтады. Ресми түрде бұл олардың шағымы қабылданбауы тиіс дегенді білдіреді. Ал Мұратхан Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару кодексінің 165 бабы 2 бөлігінің 2 тармағына сәйкес жұма күні босатылуы керек еді. Бірақ 2007 жылы белгілі журналист Геннадий Бендицкий Мұратханның 2 ақтау үкімін қайта қараудың заңсыздығын зерттеп, өз мақаласында жазғандай, тағы да біздің сот төрелігіміздің ерекшеліктері іске қосылды. Шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы қаулы заңды күшіне енгеннен кейін берілгенге қарамастан Қонаев қалалық соты Татишевтердің шағымын қабылдап қана қоймай, оны қайтарып алу оның растауы болып табылады. Сонымен қатар істі апелляцияға жіберді. Осылайша өзінің шешіміне күмән келтірді. Бірінші апелляциялық отырыс басталғанға дейін жәбірленуші тарап бұқаралық ақпарат құралдарында ауқымды науқан жүргізді. Бұл шараға адвокат-блогерлер, аффилиирленген журналистер, танымал тұлғалар тартылды. Еркін Татишев тіпті президентке жүгініп үндеу жолдады. Және соттың апелляциялық отырысы қарсаңында осы істі қараған американдық сарапшы ФБР-дің бұрынғы директоры Луис Фридің қатысуымен баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл өз кезегінде Мұратхан Тоқмадидің қатысуынсыз жасалған заңсыз сот сараптамасы еді. Қайдағы бір ФБР агенті талдап өзінше қорытындысын шығарды. Оның пайымынша бұл адам өлтіруісі деп бағаланған. Бұл жай емес, қасақана кісі өлтіру. Біз Америкадан ұшып келдік және осы істің басы қасында Мұхтар Әблязов бар екенін дәлелдедік. Бұл енді нағыз сандырақ. Бұл ФБР-ден келген адам Америкада қандай да бір қылмыстық процестерге қатысқанын айтты. Бұл өтірік. Әр елдің өз судьялары, тәуелсіз тергеушілері бар. ФБР мұндай іске араласпайды. ФБР агентінің есімі жанжалмен байланысты. Оған Америка президентіне $100 000 берді деген айып тағылған. Соның арқасында жақсы жұмысқа қабылданды деген сияқты. Мен бұл ақпараттың барлығын жариялаймын. Сондай-ақ осы баспасөз конференциясында пайда болған кезекті өтірік әңгімелер шындыққа жанаспайды. Президентке, оның ішінде біздің арнада жарияланған үндеуінде, сіз Тоқаевты дұрыс шешім қабылдауға шақырдыңыз. Сонымен сіз не айтқыңыз келді? Тоқаев өз тарапынан сотқа қысым жасау керек пе? Соттың орнына шешім қабылдау керек пе? Оны қалай түсінуге болады? Жоқ, әрине, тек дұрыс шешім, жағдайды анықтау. Не болып жатқанын қараңыз, сұрақтар қойыңыз. Кімге, не үшін? Өз жүйесінде бізде Конституция бойынша сот биліктің тәуелсіз тармағы болып саналады. Бірақ олай емес. Ал мен олай ойламаймын. Айталық, әлі де қандай да бір форма бар. Сіз президентті сотқа қысым көрсетуге шақырдыңыз. Жоқ, бұл дұрыс емес. Мен президентті сотқа қысым көрсетуге шақырған жоқпын. Менің бизнесімді ұрлаған бұл жас жігіт. Айтпақшы, қазір оған кем дегенде 2 нысан жылына кем дегенде $200 миллион табыс әкеліп тұр. Ертең Тоқмади шығатын болса, ол шындықты айтады деп қорқады. Ол тіпті түрмеде азапталғаны туралы шындықты айтады. Сондықтан еркін қорқа бастады. Қараңызшы, оған қол аяғы дірілдеп тұр. Ол сатқын, ол жүйеге жұмыс істейді. Әділдік түйінде орнайды. Муратхан Токмади выходит на свободу по УДО. Тоқмадиді шартты түрде мерзімінен бұрын босату бойынша апелляциялық сот бірнеше рет кейінге қалдырылды. Және оған елдің барлық бұқаралық ақпарат құралдары қатысатын бірнеше отырыстар кіретіні айтылды. Нәтижесінде Қонаев облыстық соты Мұратханға шартты мерзімінен бұрын босату жазасы беруден бас тартады. Оған жақында табылған телефон себеп болыпты. Шын мәнінде бұл факт бойынша заңды тергеуде бейне
дәлелдер де болған жоқ. Соған қарамастан Мұратхан Тоқмәди тағы да шартты түрде мерзімінен бұрын босатылу құқығынан айырылып қана қоймай, қатаң режимдегі түрмеге қамалды. Оның жақсы мінез құлқы ескерілмеді. Бұл оны шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға өтініш білдіру мүмкіндігінен кем дегенде 1 жыл мерзімге айырды. Бұл қойылым Алпамыс Тәтішевтің азаматтық талабымен жалғасты. Әкесінің аңшылық кезіндегі қайғылы қазасынан 20 жыл өткен соң, ол Мұратханның отбасынан 100 миллион теңге моральдық шығын талап етті. Сот бұл соманы 10 миллионға дейін азайтты. Отбасының досы Мұратханның босатылуына мүмкіндік бермейтін ойдан шығарылған кедергіні жою мақсатымен бұл соманы толық өтеді. Қауіпсіздік күштерінің оппозиционер Мұхтар Әблязовты отанына экстрадициялаудағы тағы бір әрекеті сәтсіздікпен аяқталды. Француз апелляциялық соты 2025 жылдың көктемінде Қазақстан билігіне оны беруден екінші рет бас тартты. Бұл қарсыласу 10 жылдан астам уақытқа созылды. Әблязовты тұтқындау үшін мемлекеттен көп қаражат жұмсалды. Жүздеген адамдар мен олардың отбасылары осы қарама-қайшылықтың құрбаны болды. Оның ішінде 8 жылдан астам уақыт бойы жасамаған қылмысы үшін қамауда отырған Мұратхан Тоқмәди де бар. 5 бала өсті, 4 немересі дүниеге келді. Олар аталарын жақында алғаш рет көре алады. Тоқмәдидің отбасы оның бостандыққа шығуы мен осы іске қатысты әділдіктің орнауы үшін күресті әлі де жалғастырып жатыр. Осы жылдың шілде айында Еуропа қауіпсіздік кеңесінің жазбаша декларациясы шықты. Оған 20 еуропалық депутат қол қойып, Қазақстан басшылығынан Мұратханды босатуды талап етті. Бірақ оған қарсы ұйымдастырылып, қолдан жасалған бұл іске қатысы бар талай адам әлі де күштік құрылымдарда жұмыс істеп жүр. Мұратханның бостандыққа шығуына жол бермей, беделді қызметтерді иеленіп отыр. Дегенмен, біз ақиқатқа жетеміз. Шындық бәрібір аян болатыны сөзсіз. Был час, когда упал, и надо мной звенела вьюга. Был день, когда узнал любовь врага и зависть друга. Я шел, боль затая, смеялся я и горько плакал.